Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Хайша. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін мені керемет көркем сурет көрмесіне шақырып еді. Онда бүкіл әлемдік туындылар қойылады екен. Менде 2 билет бар. Менімен бірге жүріңізші. Үлкен рахмет сізге, Зәуре. Бірақ мен бара алмайтын болармын. Өйткені жұмыстан кейін маңызды шаруаларым бар еді. Айша, өтінемін, жүріңізші менімен. Сіздің басыңыз бос, еркін адамсыз ғой. Және әдеміліктен ләззат алып қайтасыз. Өкінішке орай бара алмаймын. Ренжімеңіз, Зәуре. Айша, сіз сондай әдемі, сабырлы, оқыған жансыз. Бірақ неге осы күнге дейін әлі тұрмыс құрмай жүрсіз? Егер білгіңіз келсе, айтайын. Бірақ жауабын айтпастан бұрын мен сізге бір уақиғаны айтып берем. Кезінде 3 қызы бар, және 4-ші нәрестесіне аяғы ауыр бір әйел болыпты. Қыздар. Өңшен қыздар. Тағы да қыз туатын болсаң, мен оның көзін құртамын. Соңғы рет саған ескертемін. Маған ұл керек. Ұл керек маған, ұл. Кетші. Ол кісінің ұл баланы қатты күткендігі соншалық. Егер сен тағы да қыз босансаң, баладан құтылудың бар амалын жасаймын деп әйелін қорқытады. Адамның емес Алланың қалауымен дүниеге қыз бала келеді.
бір апта жалғасқан ұрыс жанжалдан кейін күйеуі нәрестені үйде қалдырамын деп шешеді. Көп ұзамай әйелдің аяғы тағы ауырлайды. Бұл жолы көптен күткен ұл баланы дүниеге алып келеді. Бірақ ұлдары дүниеге келе салысымен үлкен қыздары қайтыс болады. Бір жылдан кейін әйел тағы босанады. Бұл жолы да ұл босанғаннан кейін екінші қызы қайтыс болады. Осылайша 3 ұлы өмірге келіп, 3 қызынан айырылады. Тек қана сол 4-ші қызы ғана тірі қалады. Арадан көп уақыт өтпей, балалардың анасы да қайтыс болады. Қиыншылық орнайды. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Сол 4-ші қызымен ұл балдары өсіп жетіледі. Сіз сол 4-ші қыздың кім екенін білесіз бе? Ол мен. Иә, мен тұрмысқа шықпаймын. Өйткені ауру әкемнің жағдайын жасауым керек. Егер мен тұрмысқа шықсам, ол кісінің жағдайы не болмақ? Ал сіздің бауырларыңыз қайда? Бауырларым? Бауырларым қазір үлкен азамат болған. Лауазымды қызметте жұмыс істейді. Уақыттары жоқ құсайды. Кейбіреуі әкемізге 1 айда келеді. Кейбіреуі 1 жылда келеді. Ал бұған әкеңіз не дейді? Әкем өткен өміріндегі істеген қателіктеріне өкінетін сияқты. Маған көрсетпей, кейде жылап алады.